Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Оқу мақсаты екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің анықтамасын және қасиеттерін білу. Сабағымыздың мақсаты сенің білетін бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің анықтамасы және қасиеттері, сенің меңгеретін екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің анықтамасын және қасиеттерін, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеуді мәндес теңдеуге түрлендіруді, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің шешімін табуды меңгересіңдер. Енді сабағымызды бастамас бұрын мына сұраққа жауап беріңдер. Бірінші сұрақ: 3х плюс 5 тең 17, 5y минус 10 тең 6 теңдеулері қандай теңдеулер? Дұрыс, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулер, және бұл теңдеулермен сендер бұрыннан таныссыңдар. Екінші сұрақ: 5х минус 3y минус 7 тең 0, 2х плюс 5y тең 10 теңдеулерінің бірінші теңдеулерден қандай айырмашылығы бар? Өте дұрыс. Бірінші теңдеудің құрамында бір айнымалы болса, екінші теңдеудің құрамында екі айнымалысы бар екенін байқадым. Енді келесі сұрағымызға жауап берейік. Демек, екінші теңдеуді қалай атауға болады? Дұрыс айтасыңдар, екі айнымалысы бар теңдеу деуге болады. Келесі сұрағымыз: екі айнымалысы бар сызықтық теңдеуді формуламен қалай жазуға болады? Бұл сұраққа балалар жауап алу үшін назарымызды бейне жазбаға аударайық. Тас жолда автомобиль орташа сағатына 90 км жылдамдықпен кетіп барады. Машинаның Т сағат белгілі бір уақыт аралығында жүріп өткен Т километр арақашықтығы 90 көбейтілген Т-ға тең болады. Сонымен ол бір сағатта 90 км жол жүреді, ал бір жарым сағатта 135 км және 2 сағатта 180 км жол жүреді. Арақашықтық пен уақыт арасындағы қатынас сызықты болып табылады. Сондықтан ол Т және Т екі айнымалысы бар теңдеу түрінде беріледі. Балалар, міне бейне жазбаны көре отырып, екі шаманың арасындағы қатынас сызықты болып табылатындықтан, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу түрінде жазылады екен. Яғни ax плюс by плюс c тең 0 түрінде. Осындай түрде берілген теңдеуді біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу деп атаймыз. Мұндағы x, y айнымалылар, ал a, b, c қандай да бір сандар. Және x, y айнымалыларының алдындағы a, b көбейткіштері коэффициенттер деп, ал c бос мүше деп аталады. Енді назарларыңды мына теңдеулерге аударыңдар. Әр теңдеудің құрамында екі айнымалысы бар екенін көріп отырмыз. Демек, осындай түрде берілген теңдеуді біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер деп атаймыз. Енді берілген суретке қарап, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу құрып көріңдер. Біз суреттерге назар аударайық. Таразылар берілген. Таразының екі табақшасында сан және айнымалылармен жазылған гір тастарын көріп отырмыз. Және табақшалары әр суретте теңесіп тұрғанын байқап тұрмыз. Ендеше осы суреттерге қарап, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу құрып көріңдер балалар. Енді балалар, теңдеуді тексеріп көрейік. Бірінші теңдеу 75 плюс y тең 60 плюс x болды. Екінші теңдеуіміздің жауабы y тең 30 плюс 2x. Үшінші теңдеуіміздің жауабы y плюс 3x тең 2. Жақсы балалар. ax плюс by плюс c тең 0 теңдеуінің шешімі деп, осы теңдеуді
қанағаттандыратын x, y айнымалыларының сандар жұбын айтады екенбіз. Яғни x және y айнымалыларының мәндерінің жұбы ax плюс by плюс c тең 0 теңдеуін тура санды теңдікке айналдырады екен. Енді мысал алып қарайық. Сандар жұбы берілген 1 және 2 болатын. Осы жерде айта кетейік. Бірінші орында ылғында x-тің мәні тұрады, екінші орында y-тің мәні тұрады. Осы сандар жұбы 3x минус 7y плюс 11 тең 0 теңдеуін тура санды теңдікке айналдырады дейді. Ендеше біз расында да айналдыра ма жоқ па? Тексеріп көрейік. X-тің орнына 1-ді қояйық, y-тің орнына 2-ні қойып көрейік. 3 көбейту 1 минус 7 көбейту 2 плюс 11 тең 0. 3-ті 1-ге көйтсек 3, 7-ні 2-ге көйтсек 14, 3 минус 14 минус 11 болады, плюс 11 тең 0-ге. Расында да мұна берілген сандар жұбы берілген теңдеуімізді тура санды теңдікке айналдырды. Демек, 1 және 2 болатын сандар жұбы берілген теңдеуіміздің шешімі болады. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешу дегеніміз оның шешімдерін табу. Шешімдері бірдей болатын екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер мәндес теңдеулер деп аталады. Енді мысалы қарастырайық. Бізде берілген 5x плюс 7y плюс 3 тең 0 теңдеуі. Осыны теңдеуді түрлендіре отырып, біз бірнеше теңдеу алуымызға болады. Қарайық, қалай түрлендірілген? Берілген теңдеуіміздегі 3 қосылғышы теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен көшкен. Сол кезде 5y плюс 7y тең минус 3 теңдеуі шықты. Енді екінші теңдеуге назар аударайық. Бұл жерде қандай түрлендіру орындалған? Дұрыс айтасыңдар. 7y теңдеудің сол жағында қалды да, қалған екі қосылғыш таңбасын қарама-қарсы өзгертіп, теңдеудің екінші жағына көшкен. Сонда бізде 7y тең минус 5x минус 3 теңдеуі алынды. Келесі теңдеуге назар аударайық. Бұл жерде 5x бізде теңдеудің сол жағында қалды да, қалған 7y 3 қосылғыштары теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы таңбамен көшкенін байқап отырмыз. Ендеше берілген теңдеуімізді түрлендіре отырып, біз алған теңдеулеріміз мәндес теңдеулер болып табылады екен. Осы мысалды қорыта келе біз мынадай екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің қасиетін шығарамыз. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулерде қосылғыштарды қарама-қарсы таңбамен теңдеудің бір жағынан екінші жағына көшірсе, берілген теңдеулерімізге мәндес теңдеулер шығады екен. Бұл екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің бірінші қасиеті. Енді келесі мысалға назар аударайық. 3x плюс 2y тең 5 теңдеуі беріліп тұр. Осы теңдеуді түрлендіре отырып, мынадай теңдеу алдық. Енді қандай амалдар орындалған? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Бастапқы берілген теңдеуімізді барлық мүшесін бірдей санға көбейткенін байқап тұрмыз. Яғни 2 санына көбейтілген. 2-ге көбейткен кезде 6x, 2-ге көбейтсек плюс 4y тең 10 шықты. Келесі теңдеуге назар аударайық. Бізде теңдеуіміз екі жақ бөлігі де бірдей санға бөлінгенін байқап отырмыз. 3-ті 2-ге бөлсек 1,5x, 2-ні 2-ге бөлсек 1y, 5-ті 2-ге бөлсек 2,5. 1,5x плюс y тең 2,5 теңдеуі шықты. Бастапқы берілген теңдеуіміз түрлендіріле отырып, мынадай өзіне мәндес теңдеулер шығарды.
Енді осы мысалға қарай отырып, келесі қасиетті қарайық. Бізде екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің екі жақ бөлігінде нөлден өзгеше санға көбейтсек, немесе екі жақ бөлігінде нөлден өзгеше санға бөлсек, берілген теңдеуімізге мәндес теңдеу алады екенбіз. Бұл екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің екінші қасиеті болып табылады. Енді балалар, біздің жаңағы берілген мысалдарымызбен анықтама қасиеттерімізді пайдалана отырып, келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма бізде сөз десеп берілген екен. Сұлтанның 50 теңгелік және 100 теңгелік монеталардан 600 теңге ақшасы бар. Сұлтанның неше 50 теңгелік, неше 100 теңгелік ақшасы болуы мүмкін? Есептің неше шешімі бар? Енді осы сұрақтарға жауап табу үшін біз ойланып көрейік. 50 теңгелік монетаның саны бізге белгісіз. Оны X деп алайық. 50 теңге монета санын X деп алсақ, ал 100 теңге монета саны тағы да белгісіз. Оны Y деп алсақ, және 50 теңгелік монета саны X болса, 100 теңгелік монета саны Y болса, олардың қосындысы 600-ге тең екен. Яғни сұлтанның қалтасындағы ақшасы 600 теңге бар екен. Енді біз теңдеу құрып көрейік. 50 теңгелік монета саны белгісіз болғандықтан 50-ді көбейтеміз X-ке. 50 X шығады. 100 теңгелік монета саны белгісіз болғандықтан оны Y деп белгіледік. Демек 100-ді көбейтеміз Y-ке. Екеуінің қосындысы бізде 600 теңгені құрды. Біз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу алдық. Енді әрі қарай осы теңдеуді шешу үшін алдында өтіп кеткен біз қасиеттерді пайдаланайық. Біз мына жерде не істедік балалар? X-ті Y арқылы өрнектедік деуге болады. Және теңдеудің бір жағындағы қосылғыш екінші жағына қарама қарсы таңбамен көшкен. Яғни 100Y қосылғышы минус 100Y болып көшті. Сол кезде бізде теңдеу 50X тең 600 минус 100Y болып шықты. Енді біз X-тің алдындағы коэффициенттен құтылу керекпіз. Ол үшін X-тің алдындағы коэффициентті барлық мүшесіне бөліп шығуымыз керек. Сонда біз X тең 12 минус 2Y теңдеуін алдық. Енді әрі қарай біз Y-ге мән бере отырып, X-тің мәнін табайық. Y-ті 1 деп алатын болсақ, X-тің мәнін табамыз. Y-тің орнына 1-ді қоямыз. 2 көбейту 1, 2. 12-ден 2-ні алсақ, X-тен 10-ға. Әрі қарай 2-ні қойып көрейік. X-тің мәні 8-ге тең болады. 3-ті қойсақ, 6-ға тең болады X-тің мәні. Y-тің орнына 4-ті қойсақ, X-тің мәні 4 болады. Y-тің орнына 5-ті қойсақ, X-тің мәні 2 болады. Енді әрі қарай балалар, Y-тің орнына 6-ны қоятын болсақ, бізде сұлтанның 50 теңгелік монетасы 0 болып қалады, яғни жоқ болады. Бірақ сұлтанның қалтасында 50 теңгелік монета бар. Яғни біздің теңдеуіміздің шартын қанағаттандырмайды. Демек біз осы сандар жолымен тоқталамыз. Теңдеуіміздің шешімін тауып болдық. Енді қарайық. 50 теңгелік 10 монета болса, 100 теңгелік 1 монета болуы мүмкін. Сонда 600 теңге болады. Немесе 8 50 теңгелік монета болса, 2 100 теңгелік монета болуы мүмкін. 600 теңге болу үшін. Немесе 6 теңгелік монета болса, 50 теңгелік монета болса, ал 3 100 теңгелік монета болса, біздің 600 теңгеміз шығады екен.
және 50 теңгелік 4 монета болса, 100 теңгелік 4 монета болса, тағы да 600 шығады екен. Соңғы шешім 50 теңгелік 2 монета болғанда, 100 теңгелік 5 монета болады екен. Демек, біздің есебіміздің жаңа шартына байланысты есептің шешімі шектеулі екен. Яғни 5 шешімі бар екен берілген есебіміздің. Кей жағдайда есептердің шартына қарай есептердің шешімі, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің шешімі шектеулі болады. Екінші тапсырмаға қарайық. 2х минус 5y минус 2 тең 0 теңдеуінің екі шешімін тап. Оны шешу үшін y тең 2 деп алып көрейік. 2х минус 5 y-ның орнына 2-ні қойсақ, 5 көбейту 2 минус 2 тең 0. Біздің теңдеуіміз, екі айнымалысы бар сызықтық теңдеуіміз, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуге айналды. Енді есептей келе 2х тең 12 болғанын байқадық. Осы жердегі бір айнымалысы бар сызықтық теңдеудің қасиетін пайдаланамыз. Екі жақ бөлігінде 2-ге бөліп жерсек, х тең 6-ға теңелді. Қарап отырсаңдар балалар, бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу мен екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің қасиеттері ұқсас екен. Енді мына алған сандар жұбын теңдеуге қойып көрейік. 2 көбейту х-ның орнына 6-ны, y-ның орнына азайту 5 көбейту 2 деп алып, минус 2 тең 0-ге деп алдық. Енді осыны көрейік есептеп. 2 көбейту 6 12, 5 көбейту 2 10, 12-ден 10-ды алсақ 2, 2-ден 2-ні алсақ 0. Яғни турасы теңдік шықты. Демек 6 және 2 сандар жұбы бізде мына берілген теңдеуіміздің шешімі болып табылады. Енді бізге 2 шешімін тап деді. Келесі екінші қандай да бір айнымалының орнына бір мәнді қояйық. Біз енді х-ті алып көрейік. Х тең минус 2 болсын. Сол кезде бізде 2 көбейту минус 2, минус 5y минус 2 тең 0. Тағы да бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу шықты. Теңдіктің екінші жағына көшірдік қарама қарсы таңбамен минус 6-ны плюс 6 болды. Y тең минус 1,2-ге теңелді. Демек, сандар жұбымыз минус 2 және минус 1,2 болатын сандар жұбы шықты. Енді теңдеудің орнына қойып тексеріп көрейік. 2 көбейту минус 2, минус 5 көбейту минус 1,2, минус 2 тең 0. Есептейтін болсақ, минус 4, плюс 6, ол болады плюс 2, плюс 2 минус 2 тең 0. Яғни, мұна сандар жұбы бізде минус 2 және минус 1,2 болатын сандар жұбы берілген теңдеуіміздің шешімі бола алады. Ендеше, біз байқап отырсақ, кез келген санды қойсақ, мәндері шыға береді екен. Демек, осындай сандар жұбын шексіз табуға болады. Бізге 2 шешімін тап деген соң берілген тапсырмада біз 2 шешімін ғана таптық. Үшінші тапсырма. 3х плюс 4y минус 7 тең 0 теңдеуіндегі y айнымалысын x айнымалысы арқылы өрнектеп, мәндес теңдеуге түрлендір. Шешуі. Бізде берілген теңдеуіміз 3х плюс 4y минус 7 тең 0. Осыны түрлендірейік. 4y-ті x арқылы өрнектейік. Теңдеудің сол жағындағы қосылғыштар теңдеудің оң жағына қарама қарсы таңбамен көшті. Минус 3х плюс 7 болып. Енді алдындағы y-ның алдындағы коэффициент 4-ке екі жақ бөлігінде бөліп жереміз. Бізде міне мынадай теңдеу шықты. Сол кезде мәні тең болады. Y тең минус 0,175х плюс 1,175
теңдеуін алдық. Яғни 3x плюс 4y минус 7 тең 0 теңдеуіндегі y айнымалысын x арқылы өрнектеп, біз мынадай теңдеу алдық. Енді бекіту сұрақтары. Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу дегеніміз не? Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеуді шешу дегеніміз не? Мәндес теңдеулер дегеніміз не? Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің қасиеттерін ата. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, өздерінің жаңа тақырыпты меңгергендерді байқайсыңдар. Және мына тапсырмаларды орындандар. 2x плюс 7y минус 10 тең 0 теңдеуіндегі x айнымалысын y айнымалысы арқылы өрнектеп, мәндес теңдеуге түрлендір. Екінші тапсырма. 4x минус y минус 8 тең 0 теңдеуінің 3 шешімін тап. Және сілтеме жазып қойдым сендерге балалар. Өздерінің білімдерін әрі қарай тағы толықтырып, осы сілтеме арқылы толықтыруларыңа болады. Үйге тапсырма, тест тапсырмасы Google форм арқылы берілді. Үйде орындайсыңдар. Балалар, енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.